Қайырлы күн, қадірлі де құрметті көрермендер. Не әңгіме жобасының кезекті шығарылымы. Бүгін 31 наурыз. Жалпы бұл күні тарихи қызықты оқиғалар көп болған екен. Ендеше қысқаша айтып өтетін болсақ, 1889 жылы Парижде Эйфель мұнарасының салтанатты ашылу рәсімі өткен екен. Сонымен қатар бүгін Ұлыбританияда аналар күні. Айзада, бүгінгі күннің тағы да бір ерекше жаңалығы бар. Қандай екенін білесің бе? Бүгін біздің ұжымдағы керемет, креативті бір жанның туған күні. Әрі ол кісі Қызыл Раушан әнін жақсы көреді. Таптым мөлдір. Бүгін әрдайым жүзінен күлкі кетпейтін, жұмысына деген махаббаты әрдайым оянып жүретін керемет жан Жамбыл ауылының кітапханашысы Саджанова Лаура ханымның туған күні. Лаура ханым, сізді туған күніңізбен шын жүректен құттықтай отырып, кіршіксіз көңілден шыққан ізгі тілектерімізді жолдаймыз. Ұжымда адал еңбеккер, ортасында сыйлы әріптес, отбасында мейірімді ана, асыл жар бола білген өзіңіздей абзал жанға осындай қуанышты күні ғұмырыңыз ұзағынан, көрер қуанышыңыз молынан болсын деп тілейміз. Жүзіңіз күндей күлімдеп, жүрегіңіз жаздай жайнасын. Жанарыңыздан әрдайым нұр себіліп, жаныңыз шаттыққа кенеле берсін. Шаңырағыңызға шаттық ұялап, босағаңыздан қызық қуаныш арылмасын. Белые розы тербеткен биялаңы, жатунов сүйген ол гүлдер қиял әні. Ал менің сүйген аруым Қызыл Раушан, гүлім әсем Раушан. Жанымды менің жаулаған Қызыл Раушан, бақытқа сені бағар ем қызым болсаң. Ендеше бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі кешіміздің қонағы Аққулы ауданына көп жылдық еңбегі сіңген жан, өз ісінің шебері, ортасына сыйлы азамат, үйінде Асқар әке, аудандық өнер мектебінің директоры Шакиров Ерболат Асқарұлы. Ерболат аға, саламатсыз ба? Қалыңыз қалай? Жалпы бүгінгі күніңіз қалай басталды? Саламатсыз, жақсы. Қош көрдік. Енді бүгінгі күн күнделікті өзі басталатындай. Таңертең тұрдық, шайымызды іштік, жұмысымызға келдік, сол жұмыс жалғасы. Бүгін міне жұма күні ғой, енді мешітке кіріп шықтық, садақамызды беріп. Енді жалпы жұма мүбәрәк болсын. Енді қыздар, сіздер өздеріңді өзімізге келген қасиетті Рамазан айы құтты болсын. Жақсы, күнделікте өзі жұмыс күні ғой, енді солай басталып аяқталайын деп жатыр өздерімен бірге. Жақсы. Жалпы өзіңіздің еңбек жолыңыз туралы айтып берсеңіз. Еңбек жолым, енді өзім туралы айтатын болсам, осы Аққулы ауданының бұрынғы Лебяжі, Аққулы ауданының тумасымын. Осы жерде мектеп бітірдім. Мектеп бітіргеннен кейін оқуға түстік жоғары оқу орнына Шымкент қаласында, Оңтүстік Қазақстан араб тілі институтын аяқтап, Павлодар қаласында номер 35-ші мектепте мұғалім ретінде бастадық, 97 жылдан бастап. Кейін барып 99 жылы Абай мектебінде, Павлодар қаласында, номер 10-шы Абай мектебінде оқушысының меңгерушісі болып жұмыс істедім, тәрбие жөнінде. Кейін барып 2004 жылы осы өзіміз туған жерімізге, туған еліме, Малыбай ауылына мектепке директор болып тағайындалдым. Оралып келдім, айналып өзіміз туған жеріме келдік. Кейін барып Малыбай мектебінде 4 жыл жұмыс істедік, Бесқарағай мектебінде 4 жыл қызмет еттім. Кейін барып өзіміздің Лебяжі Аққулы мектебінде 5 жылдай еңбек еттік. Одан кейін мемлекеттік қызметке ауыстым, ішкі саясатта біраз уақыт 6 жыл жұмыс істедік. Қазір уақытта өнер мектебінде жұмыс жасап жатырмыз. Сондай жағдай. Жалпы мен де осы Лебяжі ауылына алғаш келген кезде мектепке, сол кезде сіз біз мектепте оқып жүргенде біздің директор болған сия мектепте. Жалпы мектепте жұмыс істеу барысында болған қызықты бір оқиғалар бар ма мектептегі жұмыс істеген кезең аралығында? Енді мектепте істеп жүрген кезде қызықтар көп болды. Енді қайсысы бір енді есімде бар бір жазғы уақытта, өздеріңіз білесіздер, жазғы уақытта мектепте ремонт жүреді. Сол ремонт кезінде кішкене үлгермей жаттық та, кейін барып өзіміз жаңағыдай жұмыс киімін киіп, сыртта мектептің сыртын бояп жүргенбіз, сырлап бояп жүрген кезде бір тексеріс комиссия келіп қалды. Кейін барып сұрады, енді мектеп директоры бар ма деп. Сосын біз айтқан, жүріңіз кірейік, енді мен жұмыс киіммен жүрмін ғой.
кейін барып мектепке кірдік, кабинетке бардық, мен отырдым да, енді сұрағыңыз болса айта беріңіз деп. Ол кісі маған қарады да, енді футболка, енді краска үстінің бәрі. Сосын маған қарады да, бүйтіп енді, жоқ, маған директор керек. Мен айта беріңіз, қандай сұрағыңыз бар десем, жоқ, мектеп директор шақырыңыз, сіз менімен ойнап тұрсыз ба? Мен мектепте жоқ, мектепте болса жүре ме дейді. Енді ремонт болып жатыр, жазғы уақыт деп. Сондай бір қызықты оқиғалар болатын да. Кейін барып ана жолдастармен, таныстар сұраған кезде үйреніп қалғанмын, мектепте жұмыс істегеннен кейін. Сұрайды ғой әрдайым, неше бала шағам бар деген сияқты, неше балаң бар деп. Балам болды, мен мектептің оқып 485 балам бар деп айтамын, сол кезде күлетін бар. Сондай қызықты оқиғалар болатын, көп ондай негізі, айта берсек. Мектептегі ұжым өте үлкен болды. Қазіргіде ұжымыңызда көп адамдар бар. Жалпы ұжымда жақсы қарым-қатынас құрудың алғы шарттары қандай деп ойлайсыз? Енді басқарғаннан кейін, қай бір ұжымды басқарсаң да, енді барлық ұжымға енді бірдей жақпайтын шығарсың, енді біреуге жақсын, біреуге жаман деген сияқты. Ол әр адам жұмыс істеуіне байланысты, бірақ енді ең бастысы, ұжымда дұрыс қарым-қатынас болу үшін енді ең бастысы адамгершілікті жоғалтпау керек. Бұл енді айтады, қазақтан мақал бар, қызмет болсын, жұмыс болсын, барлығы қолдың кірі деген сияқты. Сондықтан енді ондайды ұмытпау керек. Кейін барып біз енді үлкен қала емес, мегаполис емес, кішігірім аудан орталығы, сондықтан енді күнде көреміз азаматтарды, күнде жаңа амандығымыз дұрыс болып, солай болу керек. Енді ең бастысы мен ойлаймын, сол адамгершілікті жоғалтпау, адамгершілікті сақтап қалу, адам болып қала беру. Жалпы үйдегі Ерболат аға мен жұмыстағы Ерболат ағаның айырмашылығы бар ма? Үйде қандай әкесіз? Енді өзінің жанұямызда 4 бала шағам бар. Үлкеніміз қыз, тұңғышымыз, кейін барып 3 ұлым бар. Енді мен ойымша, өзім ойлаймын, енді айырмашылығы жоқ па деп. Мен негізі жұмыста да былай, енді маған солай көрінетін шығар. Айырмашылығы жоқ шығар. Енді үйде бірақ енді кішкене басқаша, кішкене еркелетеміз, ана кенжетайымыз бар, кенже ұлымыз, ол кішкене еркелеп, енді кей кезде торт аяқтап ойнап та кетеміз. Енді жұмыста ондай өзімізге ондай не болмайды ғой, кішкене ыңғайсыздау сияқты. Үйде енді ашыламыз, бірақ тағы да бір енді мынау ұстаздардың, мұғалімдердің балалары кішкене рас ата-анасының қалай айтсақ, уақыты бола бермейді да, кішкене аздау уақыт көреміз негізі тәрбиеге. Біз енді басқа балалар тәрбиелегеннен кейін сол жаққа көбірек көңіл кетіп қалады да. Жалпы енді мен ойымша енді ешқандай айырмашылығы жоқ деп ойлаймын. Екі жерде бірдей жүре береміз. Алдағы уақытта болашаққа қандай жоспарларыңыз бар? Жоспар енді қазір уақытта біз анау өздеріңіз білесіздер, наурыз айында бізде үлкен науқан өтті, сайлау науқаны. Өздерінде міне белсенділік танытып, жастардың арасында өздеріне сол жұмыстар жүргіздіңдер. Сонда мынау аудандық мәслихатқа депутат ретінде жуырда ғана міне тағайындалдық халық қалауымен. Сондықтан енді осыны пайдаланып отырып ризашылығымды білдіргім келеді қолдаған халыққа, елге. Енді болашақта мынау халықтың мұнын жаңағыдай қандай қиын жағдайлар бар, сұрақтарды, қандай күрделі сұрақтар бар, соны шешіп, мынау халық үшін еңбек ету деген сияқты ойларымыз бар. Енді өмір бойы жалпы соған арнадық қой. Дегенмен енді жаңа қосымша жүктеме ғой, үлкен қоғамдық жүктеме. Сондықтан енді сол халық үшін қызмет ету, енді жасымыз аса үлкен де емес, жас та емес, біз орта жастамыз. Сондықтан енді халыққа көбірек қызмет ету деген сияқты сондай ойымыз бар болашақта. Жалпы сіздер кеңес үкіметінде көрдіңіздер, тәуелсіздік алған жылдарда көрдіңіздер, енді қазіргі жаңа бір ғасыр дейміз ғой, жаңа бір дәуірді де көріп келе жатырсыздар. Сіздердің арқаларыңызда жалпы біздің ауданымыз одан ары дамып, мәселелер енді шешіледі деген ойдамыз. Жалпы бір балалық шаққа оралсақ, балалық шағымызда бір болған қызықты оқиғалар есіңізде ме? Өздерің айтпақшысыз, енді кеңес үкіметінде біз негізі бақыттымыз. Менімен шамалас замандастарым, құрдастарым енді бақыттымыз. Біз кеңес үкіметінде көрдік, тәрбиесін де көрдік, сол мектепте өттік. Кейін барып тәуелсіздік алғаннан кейін де міне балалық шақ кезінде қызықтылар болды. Мен де есіме бір түсіретіні, мектепте оқып жүрген кезде, бір 7-ші сыныпта оқып жүрген кезде бізде тарих сабағы болды. Мұғалім енді ол кезде де қазір де қатаң мұғалім болатын да біраз. Сол кісі енді сабағында үн-түн шыбын ұшып жүргені естіліп тұрады да. Кейін барып енді кішкене
бір орында отыра бермейтін балам еді, кішкене бала кезіміз кішкене сондай болатынбыз де белсенді гиперактивный деуші еді. кейін бір атын атамай ақ қояйын, класстасым енді қазір ондай мына эфирді көрсе енді өзі де есіне түсіретін шығар. Сабақта отырмыз, тым тырыс, кейін барып жаңағыдай ана жолдасыма қасында отыр енді, ақылық тиіп қалды, ақылық дейді ғой, ақылық тиіп қалды да сосын жаңағы иқылдап жатыр да. Сосын ана кісі енді үлкен кісі болды, тарих пән мұғалімі. Сосын жаңағы көзін көтерді де бүйтіп, кімге ақылық тиіп қалды деп, сыныптан шыға қойыңдар деп айтып жатыр да. Ол жолдасым енді былай кішкене асықпай, былай жайлы болатын деп бүйтіп. Ол бүйтіп тұрғанша мен тұрдым да шығып кеттім класстан, сыныптан шығып кеттім. Сосын шығып кеттім де есік сыртында тыңдап тұрдым. Енді білемін ол енді ықылығы тоқталған, шыдады, бүйтіп 1-2 минут шыдады ма, шыдаған жоқ па, қайтадан ықылық енді келіп тұрғаннан кейін ақылық келіп тағы да шиқылдағаннан кейін ана кісі басын көтерді де жаңағы жолдасым атын айтып, біз енді орысша оқыдық, өтінеді, не притворяйся, өтірік істеме, мен сені шығармаймын деп жаңағыдай сол шығармай қойған. Сосын сабақ біткеннен кейін ол жолдасым маған ренжіп бір айдай сөйлеспей жүрді менімен. Сондай бір қызықты оқиғалардың бірі. Жақсы. Бос уақыттарыңызда немен айналысқанды ұнатасыздар? Бос уақыт енді кешкі уақытта болады асын негізінен. Өзім енді спортпен енді, бала кезімізден спортпен айналысамыз. Менікі сол негізінен енді үстел теннисі, волейбол ойнаймын арасында. Басқа енді негізінен сол стол теннисі. Кейін барып қазір енді негізі бала кезімізден сол кішкене домбыра ойнаймыз, гитара ойнаймыз біраз. Соны балаларды үйретеміз, сол кешкі уақытта отырамыз, кей кезде гитара ойнап, домбыра ойнап. Рахмет, сұрақтарға өстіп қызықты қылып жауап беріп жатқан үшін үлкен рахмет. Жалпы кітап оқисыз ба? Ең соңғы оқыған кітабыңыз қандай? Және де не болмаса бір оқырмандарға кеңес ретінде мына кітапты оқысаңыздар болады деген бір өзіңіздің сондай бір топ 3 кітабыңыз бар ма? Енді бұл жерде шындығын айтсақ, кітап оқуға қазір уақытта жоқ. Енді табуға болады ғой әрине, бірақ енді қазір уақытта кішкене әлеуметтік желі, сосын жаңағы әлеуметтік желі дамыған уақыт, теледидарда жаңалықтың барлығын көреміз деген сияқты. Қазір уақытта енді өзім ойланып тұрсам, соңғы кітаптардың бірі, студент кезінде, студент болып жүрген кезде оқыппын, одан кейін айтсам, ондай кітап өзім оқымаппын. Нақты басынан бастап аяғына дейін. Бірақ енді студент кезімізден оқып жүрген кітаптардың бірі мысалы көшпенділер, Есенберлиннің кітабы. Жалпы енді барлық өзім негізі мамандығым тарихшы. Сондықтан енді барлық балаларға, қазіргі жастарға ол міндетті түрде ол кітапты. Кейін барып Абай жолын өзіміз жас кезінде бастап оқыдық. Бірақ енді жас кезімізде оқыдық, мектеп кезінде. Студенттік кезінде сезіндік, ол немене екен, не туралы екен, енді ғана сезіндік. Көшпенділер жалпы енді қазақ тарихы, жалпы қалай келген, қалай дамыған барлығы көрсетілген, барлық хандар туралы айтылған. Сондықтан осындай кітаптарды оқуға шақырамын әрдайым. Енді Абай жолы енді өздеріңіз білесіздер, енді әрбір қазаққа ол міндетті түрде оқып шығу енді парыз деп ойлаймын. Керемет, жақсы. Қазіргі жастарға берер кеңесіңіз қандай? Жастарға енді кезінде бізге де айтатынды, ол енді қазақтың бұрыннан келген негізі ең бастысы еңбекқорлық. Еңбекке баулу жастар енді жасыратын жоқ, өздерің білесіңдер. Кішкене қазіргі жастар кішкене қалай айтады, жеңілдің астымен, ауырдың үстімен жүргенді үйреніп қалған, бірден барлығы бір үлкен қызметке шыққысы келеді, көп жалақы тапқысы келеді. Оны да түсінеміз, дұрыс та шығар ол. Бірақ дегенмен ең бастысы еңбекке баулу. Ол еңбексіз, кейін барып еңбекке үйрену, ол жаңағыдай қандай болмаса енді оңай емес әрине, оның барлығы. Бірақ еңбектің негізі барлық биіктерге де, шыңдарға да жақсы нәрсеге әкелетін еңбекке баулу керек, барлық жастарды еңбекке жақын болу керек. Кейін барып жаңағыдай өзіміздің қазақстандық патриотизм. Патриот болмасаң, ол енді ешбір мысалы үшін мендік деген болмау керек. Негізі біз деген сөз түсінік болу керек та. Мен де әйтпесе біз енді қазір мендік көбейіп кетті. Батыс жаққа қазір жастар көбірек сол жаққа енді бас бұрып кетті да, дегенмен ол өзіміздің ата бабамыздан келатқан, бұрыннан келатқан нәрсе, ол жаңағыдай еңбек, кейін барып өз ұлтына деген, өз кіші отанына, үлкен отанына, кіші отанына деген сүйіспеншілік болу керек міндетті түрде. Ерболат аға, жалпы біздің шақыруымызды алып уақыт тауып келгеніңіз үшін сізге шын жүректен алғысымызды білдіреміз. Енді біздің көрермендерге бір тілек айтып кетсеңіз.
Енді біз көрермендерімізге тілейтінім ең бастысы мынау түсінікті ғой, енді денсаулық. Қазір енді осындай заман дұрыс заман негізі. Енді көбі енді жаңа бағана бір айтып отырмыз ғой, кеңес үкіметін айттық, мынау тәуелсіздік алдық. Тәуелсіздіктен де шынымен ақ ертеден өзіміздің ата бабаларымыз аңсаған тәуелсіздігімізге жеттік. Енді өз еліміз бар, өз жеріміз бар. Енді жастарға, жалпы көрермендерге айтарым, енді осындай керемет мемлекетте өмір сүргеннен кейін еңбек етіп, осы елімізді көркейтуге, елімізді дамытуға, оның ішінде мынау өзіміздің кіші отанымыз Аққулы ауданы, Павлодар облысын жақсы деңгейде көрсетіп, енді қай сала болмасын, спорт болсын, музыка болсын, жаңағы өнер болсын, қай жақты алсақ та білім болсын, жан-жақты дамытып, осы өзіміздің елге сүйіспеншілікпен қарауларға шақырамын. Енді әрдайым тек қана осындай дұрыс уақытта, дұрыс заманда өмір сүруімізге қуаныштымыз. Сондықтан енді барлық жақсылық тілейміз. Енді сіздерге рахмет көптен көп. Мынау жаңағы өздеріңіздің жаңа жобаларыңыз құтты болсын. Енді көрермендеріңіз көп болсын, оқырмандарыңыз көп болсын. Сізге үлкен рахмет, жұмысыңызға табыс, отбасыңызға амандық тілейміз. Құрметті көрермендер, келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Сау болыңыздар.